Вақыт аяқталып шығарып жіберді ғой деймін, иә, сұрақтарыңызды. Иә, қайтадан демонстрация қоса берсеңіз. Все. Ашылды ма? Сізге запрос жібердім. Ашылды ма? Жоқ әлі. Ашылды. Менде ашылып тұр. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? 36-шы орта мектеп, Жабек Батыр ауылы. Менің әдістемелік құралымның тақырыбы жасанды интеллект арқылы 8-ші сынып оқушыларының цифрлық сауаттылығын арттыру. Бұл жердегі әдістемелік құралымыздың басты мақсаты жасанды интеллект платформаларын оқыту процесіне кіріктіру арқылы 8-ші сынып оқушыларының цифрлық сауаттылығын жаңа сапалық деңгейде көтеру. Біз жасанды интеллектті сабақ барысында қолданудың нақты үлгілерін, практикалық тапсырмаларды, қауіпсіздік пен этика қағидаларын қарастыра отырып, оқушыларды заман талабына сай құзыретті тұлға ретінде қалыптастыруды көздейміз. Осыған орай бізде міндеттер пайда болады, 7 міндет шығады. Осының ішінде осы әдістеме құралдың міндеттері бізде 8-ші сынып оқушыларына жасанды интеллект туралы ғылыми негізделген, бірақ жас ерекшелігіне сай түсінікті білім беру. Оқушылардың цифрлық сауаттылық деңгейін анықтау және оны жүйелі түрде дамытуға арналған әдіс тәсілдерді ұсыну. Жасанды интеллект платформаларын сабақта қолданудың тиімді үлгілерін көрсету. Оларды информатика пәнінің мазмұнымен кіріктіру. Жасанды интеллект құралдарын пайдалану барысында сыни ойлау мен шығармашылық дағдыларды дамытуға арналған практика тапсырмаларды дайындау. Ақпараттық қауіпсіздік пен цифрлық этика нормаларын қалыптастыру. Жасанды интеллектті мәдени әрі жауапты қолдануға баулу. Мұғалімдерге сабақ жоспары бағалау критериялары, қосымша материалдар мен визуалдық ресурстар арқылы әдістемелік көмек беру. Оқушылардың рухани және зерттеушілік қасиеттерін дамыту үшін жасанды интеллект негізіндегі оқу жобаларын ұйымдастыруға жағдай жасау. Яғни бұл жерде біз жасанды интеллектіні 8-ші сынып оқушыларына үйрету барысында бізде көптеген жаңағы платформаларды қолданамыз. Сол платформаларды қолдана отырып бізде белсенділігін арттыруға, бұл жерде мысалға мәтіндерді чат-GPT-ді қолдансақ, чат-GPT-ның ішіндегі барлық жауап дұрыс екендігін, айқын емес екенін және оны дәлелдеу керек екенін біз түсіндіре өтеміз. Және 8-ші сыныптың ішінде бізде есептер бар. Сол есептерді шығару барысында осы кодтарды жасанды интеллектіні пайдалану арқылы есепті шығарудың тиімді жолын қарастырамыз. Және де бізде бұл жасанды интеллектіде көмекші ретінде көптеген платформалар көрсетілген. Осы платформалар арқылы Pythonда есепті шығаруды, оның ішіндегі берілген кодтарды оқушы өзі анықтай алуы, анықтамасын алуы, өзінің түсінікті түрде, осының бәрі бізде осы жасанды интеллект әдістемелік құралында көрсетіліп өтеді. Осы жасанды интеллектінің құралдарының ішінде барлық қосарлы ішінде тапсырмалар көрсетілген, есептерде көрсетілген. Осы 8-ші сыныптың кітап аясында қосымша тапсырма ретінде беруге болады. Енді осының бәрін бізде қорытындылай келетін болсақ, бізде әдістемелік құралда жасанды интеллект технологияны оқу процесіне қолдану жолдары қарастырылған. Мәтін генерациясы, сурет жасау, аудио, бейне құралдар және онлайн платформалар, оқушыларға арналған практикалық тапсырмалар мен сабақ үлгілерде ұсынылған. Әдістемелік ұсыныстарда жасанды интеллект қолдану негізінде сыни ойлау дағдыларын дамыту, академиялық адалдық, қауіпсіздік және этика мәселелері қамтылған. Құрал мұғалімдерге заманауи технологияларды тиімді пайдалана отырып, оқушылардың ақпаратты іздеу, талдау және шығармашылық қабілеттерін дамытуға көмектеседі деген сенімдемін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Маған сұрақ болса, сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Нет, нет, спасибо большое. Мен ғана қалдым ғой деймін, иә? Бастай берсем бола ма?
Иә, келесі бастай беріңіздер. Ашылды ма? Көрініп тұр ма? Иә, иә. Көрініп тұр. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен 20 орта мектептің математика пән мұғалімі Тілеубаева Шолпан Советкановна. Мен бүгін таныстырып жатқан әдістемелік құралымның тақырыбы 7 және 9 сынып алгебра курсындағы функционалдық бағытты дамыту. Біздің бұл негізгі мақсатымыз негізгі мектеп алгебра курсында функциялар тақырыбында оқушыларды оқытудың әдістемелік ерекшеліктерін анықтау және зерттеу тақырыбы бойынша жаттығулар жүйесін әзірлеу. Бұл әдістемелік құралдың негізгі өзектілігі функциялар математиканың өзегі ретінде табиғатта, техникадағы, экономикадағы және күнделікті өмірдегі көптеген үдерістерді сипаттауға мүмкіндік береді. Сондықтан оқушылардың функциялдық тәуелділіктерді түсінуі, графиктермен жұмыс істеуі, функцияларды талдап, практикалық есептерді шешуде қолдана білуі, олардың логикалық ойлауын, модельдеу қабілеттерін және пәнге деген қызығушылығын арттырады. Ең негізгі міндеттерінің бірі бұл жердегі әдістемелік құралдың функция ұғымын пайда болуы мен даму тарихының аспектілерін зерттеу, оқушылардың функциялар ұғымын оқытудың әдістемелік ерекшеліктерін анықтау және де 7-9 сынып оқушыларына арналған зерттеу тақырыбы бойынша тапсырмалар жүйесін әзірлеу. Енді негізіне тоқтала кететін болсақ, бұл жерде оқушылар тек қана функциялық бағытты дамытып қана қоймай, бұл жерде біз функцияларды өзі 7 сыныпта бастаймыз, 8-9 сыныпта оны ары қарата жалғастырып, 10 сыныпта нақтылаймыз. Сондықтан ең маңызды бұл жерде 7-9 сынып болғандықтан, бұл жерде математика тілінде осы функциялардың көмегімен математикалық тілде сөйлеу болып табылады. Бұл жерде функцияларды зерттеуде олардың жаңағы күнделікті өмірде функцияларды қай жерде жаңағы қолдануымызға болады, және ол функцияның көмегімен осы біздің оқушылардың логикасын және өмірде қолдануына көп бағытталған. Және де осы негізгі мақсат осы жерде оқушылардың функциялары нақты шамалар арасында тәуелділіктерді сипаттау. Енді осыған қорыта келгенде, жаңағы функционалдық бағытты бізде болашақ қадам деп есептейміз. Демек, математиканы өмірмен байланыстыру, ол жерде өмірмен байланыстыра келе, бұл жерде әдістемелік құралдың функционалдық сауаттылығын арттыру бағытталған. Әдістемелік құрал өзі математикалық білімді өмірде қолдану оқушылардың кәсіби және жеке өміріне табысты болуына септігін тигізеді. Және де ұсынылған әдістемелік құрал оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Соған тиімді құрал болып табылады деп өзім есептеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Сұрақ жоқ. Рахмет. Спасибо большое, вопросов нет. Енді мен ғана қалдым ғой дейм, иә? Мен қосылайын. Иә, бастай беріңіз. Қазір мына кісі алсам мен. Көрініп тұр ма екен? Жоқ, менікі тұр ғой дейм, иә, әлі. Көрінді. Механика ма? Иә. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен 54-ші орта мектептің. Видео мен көрініп тұр ма? Демонстрация? Иә, көрініп тұр. 54-ші орта мектептің физика пәнінің мұғалімін, педагог, сарапшымын. Мен сіздерге ұсынып отырған әдістемелік құралының тақырыбы механика, термодинамика, электр және оптика негіздері, табиғат заңдары және оларды өмірде қолдану тақырыбында 8-ші сыныптарға арналған әдістемелік құралдар. Бұл әдістемелік құралдың
мақсаты 8 сынып оқушыларының механика, термодинамика, электр және оптика сияқты негізгі физикада негізгі бөлімдер бар. Сол бөлімдерде мысалға оқу стандартында өздеріңіз білесіздер, физика пәндерін бұрынғыға қарағанда сағат саны азайған, сондықтан сағат саны жетіспейді, оқушыларға сағат аздық етеді, көп жағдайда есеп шығара алмаймыз, уақыт аздық етеді. Сондықтан осы әдістеме құралында осы негізгі деген балаларға қажетті, болашақта қажет болады деген негізгі тақырыптарға қосымша әдістемелік құрал жасадым. Оның ішінде сонымен қатар жаңағы физикадағы әртүрлі заңдар мен құбылыстар туралы тұтас түсініктерін қалыптастыру, оқушылардың сонымен қатар білімдерін жаңа табиғат процестерін түсіндіруде қолдана білу дағдыларын, қазірше айтқанда функционалдық сауаттылықтарын дамыту болып табылады. Міндеттері, бағдарламаның міндеті теориялық білімдерін қалыптастыру, практикалық дағдыларды дамыту, сыни тұрғыдан ойлауды және ғылыми көзқарасты қалыптастыру, теорияның шынайы өмірмен байланысы, жаңағы байланысын түсіндіру, одан әрі қарай оқуға дайындық, былайша айтқанда ұбт-ға дайындық десе де болады. Зерттеу дағдыларын дамыту, топтық жұмыс дағдыларын дамыту. Енді жалпы тақырыпты меңгеру қажеттілігі жалпы ғылыми дүниетанымды қалыптастыру, болашақ кәсіби қызметке дайындау, қолданбалы дағдыларды дамыту, физикалық сауаттылықты арттыру, білімді күнделікті өмірде қолдану, жаһандық мәселелерді шешуге үлес қосу, білімді пәнаралық қолдану, зерттеушілік және тәжірибелік дағдыларды дамыту. Бұл әдістемелік құрал 34 сағаттан тұрады. Соның ішінде механика тақырыбына 10 сағат, термодинамика тақырыбына 6 сағат, оптика тақырыбына 6 сағат, қорытынды сабаққа 4 сағат, соның барлығы 34 сағат белгіленген. Жаңа тағы да айтып өттім, жаңа сабақ кезінде үлгермеген қандай да бір артта қалып қойған мәселелер болса, балалардың түсінбеген есептері болса, және де қызықты практикалық жұмыстарды осы кезде өткізуге болады. Осы жаңағы бағдарлама аясында жұмыстар жүргізуге болады. Енді қорыта келгенде, жалпы бұндай әдістемелік құралдар жалпы бізге өте қажет. Жаңа тағы да айтып өтем, балалардың функционалдық сауаттылығы бізде қазіргі негізгі мәселелердің бірі ұбт-ға дайындық сияқты, балаларды күрделі физика сияқты күрделі сабақтарды меңгертуде өте өзекті әдістемелік құралдар қажет деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, рахмет. Нет, спасибо, вопрос. Рахмет, сау болыңыздар. Тағы бар ма қойғайтынды? 40-шы, 24-ші мектеп бар ма? Досанова Анаргүл дегендер. Нұрманбетова Алия Махамеджанова Гүлсім бар ма? Тағы да қорғаймын дейтін адамдар бар ма? Ешкім жоқ болса, онда Zoom аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар. Болыңыздар, барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. До свидания, спасибо большое.